Сәлем достар, сіздермен Бекзат және менің влогыма қош келдіңдер. Мен влогымды тағы да неприятный заттан бастадым, өйткені мен жаңа, яғни мана жарты сағат бұрын үйден шықтым. Және үйден шығып Қазақтелекомға бір приставканы жөндетуге бара жаттым. Сосын бір кезде менің есіме түсті, яғни мамам есіме салды, заттарымды ұмытып кетпедің ба деп. Сосын менің есіме түсті, что мен приставканы үйде ұмытып кеттім. Енді қазір мен үйге бара жатырмын. Яғни мен автобусқа міндім, жарты жолға келдім, сосын түстім, қайттан автобусқа міндім, қайта үйге келіп, үйге бара жатырмын. Мінекей мына зат, осыны ауыстыруға бара жатырмын. Мен қазір кітапханаға келдім, и кітаптарымды тапсырып жатырмын. Мінекей, мынау детский отдел, ана жақта қазір взрослый отдел бар, ол жаққа да бірге барамыз. Ана жақта тағы да бір отдел бар. Мен кітаптарымды алдым, енді ана жаққа, яғни взрослый жаққа жаздыртуға бара жатырмын. Содан кейін қазір қайттан мен Қазақтелекомға барамын. Ол жақта обед болған, 2-де ашылады. И қазір 2-ге дейін сол жаққа барып. Мен жаңа өзімнің Қазақтелекомнан берген қағазды жоғалтып алдым деп жүрсем, ол менің рюкзагым ішіне тұр екен. Ал мен бүкіл кітапхананы айналып іздеп жүрдім. Мен қайтадан өзіме читательский билетімді аштырып алдым, өйткені мен оны алдымдасын жоғалтып алдым. Бұл влогтың атын туған күн емес, Бекзаттың жолы болмайды деп қою керек, өйткені менің рюкзагым мына жері жыртылып қалды. Былайынан жыртылып қалды. Енді бір айыққа салып ұстаймыз. Бізде жаңадан ремонт жасады. Вечный огоньға. Мәңгілік лау. Мынау бізде ардагер. Типа қаланың ортасы. Арғы жақта бізде теңіз кішкене жүрсе, и мына жақта уже театр, басқа да жерлерге өте жақын. Мен келдім жөндейтін жерге. Короче, мен жаңағы жерден шықтым, сосын мені 41-ші кабинетке жіберді. Біздің 41-ші кабинетте мені мына орталық агенттікке жіберді. И сосын орталық агентте мені үйге жіберді, ауыстырмаймыз деп. Яғни приставканы ауыстырған жоқпын, мен бостан-босқа жүрдім, енді қазір қайтып үйге барып сол приставканы қойып қоямын. Өшкенше тұрады сөйтіп. Мен үйге келдім, және қазір сендерге өзімнің алған кітаптарымды көрсетейін. Ең алғашқы кітап ол артикльдер жайлы, яғни ағылшынға байланысты. N, A, the, N, A. Короче, осыларды ішінде үйретеді. Бірдеңе үйренсем, соны, короче, 10 күннен кейін мен влог түсірем, яғни осы кітаптар жайлы, или менің продуктивный күнім жайлы. Сол кезде осыны оқып болғаннан кейін сендерге пайдасы бар ма, жоқ па, сол жайлы айтатын боламын. Келесі кітап ол осындай ағылшынша кітап. Бұл жерде әртүрлі оқиғалар. Кітап емес, кішкентай ағылшынша ішінде заданиялар бар. Осыны алдым, кішкене ағылшынша кітап болсын деп. Содан кейінгі кітап ол Дети лампы деген кітап. Джин в плену эхнатана. Бұл мынандай толықта қалыңдығы. Мінекей, бұл не жайлы десеңіздер, мінекей мына жерден оқыңыздар. Келесі кітап ол Кольцо бесконечности. Бұл бірінші бөлім. Не жайлы екені міне. Соңғы кітап ол Огонь из одуванчиков деп аталады, яғни 100 шкафов, 100 шкафов точнее. А міне артынан қарап алыңыздар не жайлы екенін. Сағат 5 болып қалды. Где-то жарты сағаттан кейін немесе қазір уже шыға берем туған күнге. Және ол жақта қызық бола ма, болмай ма, соның барлығын осы влогтан көретін боласыздар. Please, can you keep calm? It's for my vlog. Мінекей туған күннің столы. Түгел емес қойды.
Tuğan günün kutlu olsun. Biz soğan büyüsüge tuğan günün kelip oturmayız. Dasturxan жақсы бәрі тәтті болсын. Подаркыңызды берейін. Ждала подходящего момента. Какого еще момента? Солнышко, это просто страшилка. Городская легенда. Которую внезапно знает вся моя школа, мам. Жан досыммен бүгін 28 күні таңғы сағат 7. Мен қазір Жаңаөзен қаласына кетіп бара жатырмын және влог аяқталды. Кеше түнде аяқтауды ұмытып кеттім. Өйткені мен үйге 12-де келдім да, сосын ұйықтап қалдым. Және қызық болды деп ойдамын. Қызық болса, саусақ жауатын басып, менің арнамды келіп колокольчикті басып кетуді ұмытпа. Және осы